Қайырлы күн ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Бүгінгі сабағымның тақырыбы мәтіннен сөздерді табу. Бұл ойын баланың көркем шығармаға деген қызығушылығын арттырады және жылдам оқуға үйретеді. Қазіргі балалар көп уақытын телефон қараумен өткізеді. Балаға осы секілді ойындарды көбірек ойнатсақ, баланың көркем шығармаға деген қызығушылығы артады. Қағаз бен қаламды пайдалану арқылы ақыл-ойды дамытатын жүздеген ойындар бар. Сондықтан да ата-аналар менің сабақтарымды үзбей қараңыздар. Сабақта көрсетілген ойындарды балаға ойнатып көріңіздер. Мен сіздерге ақыл-ойды дамытатын жүздеген ойындарды өз сабақтарымда көрсетемін. Ал енді мәтіннен сөздерді табу ойынын қарайық. Бұл ойын уақытпен ойналады. Бұл ойынды қазақ тілі сабағында қолдануға болады. Ойынның шарты бойынша бірнеше сөздер беріледі. Мысалы, жоғары, этаптар, тәсілі. Бұл сөздер мәтіннің ішінде болуы керек. Балаға мәтін беріледі. Бала берілген сөздерді мәтіннің ішінен іздеп тауып, қарындашпен сызып отыруы керек. Сөздерді іздегенде уақытты міндетті түрде қосу керек. Мұнда мәтінді басынан аяғына дейін оқу міндетті емес. Ең бастысы мәтіннің сөздерін басынан аяғына дейін көз жүгіртіп қарау керек. Бұл ойынды көп ойнаған бала 3-4 секундтың ішінде бір қарағаннан берілген сөздерді іздеп табады. Баланың жас ерекшелігіне сай мәтіннің көлемін және берілген сөздерді көбейтуге болады. Қазақ тілі сабағында бұл ойында тек қана сөздерді табу емес, мысалы мәтіннен сын есім, сан есім, көнерген сөздер, тағы басқа сөздерді тауып ойнатуға болады. Сіздермен бірге болған Нұржан Мырзашұлы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.